Тағы бір мынандай сұрақ келіпті ағайын. Менің есімім Рауан, Заңзаңғар компаниясынамын мен. Қазір Астанада жүрмін. Шапқылап Астананы аралап, рахаттанып, өзімнің студенттік күндерім, жұмыс істеген кездерім өткен қала ғой. Көп жерлерін сағынып қалыппын. Енді қараңыздар, мынандай сұрақ келіпті. Менің сұрағым дейді, жалақыдан ұстап қалып, құтылған кредиттің құтылған туралы анықтаманы кім беру керек? Былай, кредит бойынша сот актісі шыққан, атқару өндірісі қозғалған, одан кейін айлықтан ұсталған және ол өтелген жағдайда мыналарды еске ұстау керек. Біріншіден, жұмыс орныңыздан айлықтың берешектің өтелген жөнінде анықтама аласыз, толық кетті деген. Сосын олар өздері де атқару парағын орындалды деп қайтарады. Осы жөнінде анықтама алып алыңыз. Одан кейін сот орындаушыдан істің толық орындалып жабылды деген қаулысын алып алыңыз. Мөр басылған қағаз күйінде алып алыңыз, электрондық нұсқасынан бөлек. Тағы да тексеріп қараңыздар, мүмкін ол қараусыз, орындаусыз қайтарылды деп те тұруы мүмкін базда. Бұл өте қауіпті. Орындаусыз қайтарылған осындай істер бойынша олар дәл сол атқару парағын қайтадан орындауға тапсырып, екі есе өндіріп жатқан ситуациялар болды. Біз ол бойынша адамдарды құтқарып, артық өндірген ақшасын қайтартқызып отырмыз. Енді үшіншіден, жаңа коллекторлық агенттік болсын, немесе банктің өзі болсын, бүкіл жаңағы құтылғаныңды растайтын құжаттардың бәрін тіркеп, құтылғандығы, яғни қарыздың жоқ екендігі туралы анықтама алып алу керек. Яғни үш жерден де, жұмыс орнынан, банктен, сосын сот орындаушыдан. Бұл жерде де сіздерде проблемалар туындайтын болса, осы сұрақтардың шеңберінде бізге жазыңыздар, біз кәдімгідей алып ұйымдастырып беріп отырмыз. Енді қараңыздар, бұның бәріне керегі бар, құтылды ғой, болды ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Онда ол өз тәуекелдеріңізге. Өкінішке орай, жалпы заң бойынша, құтылды, бітті, сонымен кредит жабылды. Екінші, олар сіздерде бұл кредитті өндіруге құқықтары жоқ. Бірақ іс жүзінде қалай болып жатыр? Құтылдым деп қуанып жүрген адамдар 3-4 жылдан кейін қайтадан сол кредиттің тұзағына түсіп қалып жатыр. Құрығына ілініп қалып жатыр, заңсыз. Осы кездерде бізде ситуациялар болады ондай. Қайтадан өндіруге қойып жатқан. Сол кездерде не істейсіздер? Немен дәлелдейміз біз? Сотқа біз не дейміз? Қандай дәлеліміз бар дейміз? Егер түбіртектерін бәрін жыртып тастасақ, жұмыс орнымыздан анықтама алмасақ, немесе сот орындаушыда жаңағындай қараусыз қайтарылды деп тұрса, ол сот орындаушыда емес, басқа сот орындаушыда іс қозғауы мүмкін. Сол кезде немен дәлелдейміз? Немесе дәл сол іс бойынша қайтадан сотқа берсе, соттың шешімін шығарып алса, немесе соттан шақырып тұрса, біз оларға не дейміз? Ойбай, біз баяғыда құтылғанбыз, анау-мынау деп айтамыз ба? Не есімізде болмайды сот орындаушы, не жұмыс орнымыздан алынған анықтамаларды жинақтай алмай жүреміз, ол кезде бухгалтер басқа болып кетеді. Сонда не істейміз? Жаңа коллекторлық агенттік банкте мойындамайды, олар беріп тұрған сотқа. Сонда не істейсіңдер? Міне, осындай жағдайдан өздеріңізді қауіпсіз алып шығу үшін кредитті жапқаннан кейін де оны сауатты жабу керек. Жаптың ба, толығымен қарызы жоқ деген анықтаманы алып алу керек. Бүгін ғана маған бір адамдар келіп кетті, ол жөнінде анықтама бермейміз деп айтты. Бір банк. Бермейміз деп айтқан, құтылдыған соң бітті деп айтқан, артынан 50 мың теңге қарызсын деп қайтадан звондап тұр дейді. Қарапайым ғана 2 аптамай-ақ ондай кеңес, ондай ситуацияларға келіп жатырмыз, жаңа ондай кеңес бердік. Сондықтан бейқамдыққа салмай, қазақмайлыққа салмай, қараңғылықпен кредитті жаптым, бітті, мен құтылдым, болды деп ойламаңдар. Олар ертеңіне қайтадан келуі мүмкін. Оған түрлі фактор әсер етуі мүмкін. Сіздің кредитіңізді жапқаныңыз төңінде галочка қоймай кетуі мүмкін біреу. Немесе толық жұмысты аяқтамай кетуі мүмкін. Сөйтіп қайтадан кәдімгі алгоритммен, процедурамен, системамен кетіп қалуы мүмкін. Ал сіз шаршап құрбысқа тағы да кредит екінші рет төлейсіз. Ондай ситуациялар болып жатыр. Біз сондай болып жатқаннан кейін адамдар айтып, кеше ғана тағы осы Астанаға шығар кезде бір қазалда отырғанда маған бір адамдар хабарласты. Кредитті алдық, құтылдық деп жыртып тастадық қой біз дейді. Бұған қандай әңгіме айтуға болады? Видеоларыңды көріп жүрмін деп айтады Рауан. Сөйтіп келіп тұрмын дейді. Енді сөйтіп жыртып тастап қорыққаннан кейін қайтадан сол анықтаманы алып, бәрін тиянақтағым келеді дейді. Сөйтіп біз келісімшартқа отырып, әрмен қарай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Сонымен кредиттен құтылған кезде міндетті түрде қарызы жоқ деген анықтама аламыз ағайын. Сосын сіздерден сұраймын, осы видеоны көп адамға таратайық, достарымызға, таныстарымызға, бәріне. Сосын мынау іске қояйық, лайктен қояйық. Сосын өздеріңіз пікірлеріңізді жазыңыз, сұрақтарыңызды жазыңыз. Үлгергенімше мен барынша жауап беруге тырысып жатырмыз сіздерге. Сол ағайын. Сосын сөзім аяғында айтып кетейін, WhatsApp-қа жазған кезде, WhatsApp-қа жаздым, дереу сізге жауап береді деп ойламаңыздар енді. Ренжімеңіздер, өйткені өте көп сұрақтар бізге жазатын. Сол сұрақтарға біз барынша тез жауап беруге тырысамыз. Кеше біздің бір қызметкер таңғы сағат 4-те ұйықтады, сол сұрақтардың бәріне жауап беремін деп. Сосын ағайын, жұмыс уақытында егер жұмыс уақытында жазсаңыздар, жақсы. Жұмыс уақытына тыс кезде жазсаңыздар,
алло неге жауап бермей жатсыңдар, неге бүйтпей жатсыңдар деп мазаны алатын сұрақтарды қоймасаңыздар жақсы болар еді. Өйткені мен өзімде де болады, көрдім таңғы сағат 4-те неге жауап бермей жатсыңдар деп жазып ұрысқан адамдарды. Ондайларға жол бермеңіздерші ағайын. Сұрақтарыңыз ойыңызға келді, сол кез келген уақытта жазып тастаңыз. Жазып тастаңыз, жазба деп отқан жоқпын. Бірақ неге жазбадыңдар, неге жауап бермесіңдер деп бізді айыптамаңыздар ағайын. Соны сұраймын сіздерден. Жақсы, сау болыңыздар.